егемен еліміздің болашағы бүгінгі өскелең ұрпақты өз қармағына алып, шырмауынан шығармауды мақсат тұтқан мүдделер көп. Солардың бірі террористік және экстремистік бағыттағы ұйымдар. Олар дін атын жамылып, өздерінің жұмыс әрекеттерін жүзеге асыруды жасырын жолдармен жүргізеді. Бүгінде еліміздің территориясында мұнай ұйымдардың қандай бір әрекет етуіне қатаң тыйым салынған. Аль-Каида, Аум Синерике, Азбат Аль-Ансар, әлеуметтік реформалар қоғамы, Бозгурт, Өзбекстанның исламдық қозғалысы, Күрт халықтық конгресі, Шығыс Түркістан исламдық қозғалысы, мұсылман бауырлар, Талибан, Орталық Азияның маджахеттер жамағаты, Лашкар-e-Тайиба, Хизбут Тахрир ұйымы, Шығыс Түркістанның азаттық ұйымы, Түркістан исламдық партиясы, Джунт Аль-Халифат, Сенім білім өмір қоғамдық бірлестігі, Таблиғи жамағат, Ат-Такфир вал-Хиджра, Ислам мемлекеті, Ан-Нусра фонды. Сақтан, жалған дін жарға соқтырар.